Баршаңызға қайырлы күн достар. Шаймен ішкенге өте оңай, әрі тез жасалатын печенье рецептімен бөлісеміз. Бұл ең сәтті рецепт, сондықтан видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керегі сары май, ұн, қант, сода және жұмыртқа керек. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Қант еруі қажет. Үстіне май және соданы қосып, біркелкі масса жасаймыз. Соңынан ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді осындай домалақ пішіндер жасаймыз. Үстіне қалауынша шоколад қосуға да болады. Міне печеньелер дайын. Осындай өте жұмсақ болып шықты. Өте әдемі. Ас болсын.